Сәлем достар, бүгін сіздермен сүзбелі рогалик дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүзбе, жұмсақ сары май, разрыхлитель, ұн және қант керек болады. Бірінші сүзбемізге жұмсақ сары майымызды араластырып, вилканың көмегімен жиі бәрін жақсылап араластырамыз. Үстіне қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разрыхлителімізді қосып, сол електің ішінде араластырып аламыз. Ұнымызды бөлшектеп аз-аз мөлшерден сала отыра қамырымызды біріктіріп илейміз. Ұнды аз-аз мөлшерден салу керек, немесе қатты болып қалуы мүмкін. Дайын қамырымызды екіге бөліп, бір бөлігін алып, осылай оқтаудың көмегімен жай жаямыз. Қамырдың қатты қалың болуы қажет емес, қатты жұқа да болуы қажет емес. Енді осыны бәрін үш бұрышты етіп кесіп шығамыз. Мен салмасына бір қамырдың ішіне қант саламын, немесе жаңағындай джем болсын, басқа фрукты болсын салуларыңызға болады, сухофруктылардан. Оның тестасы өзі тәтті болып шығады. Осылай жұқалап, жайлап орап шығамыз, барлығын осылай ыдысқа орналастырамыз. Екінші қамырымызды да дәл солай жаямыз. Оған мен джем салдым. Барлығын орналастырып, жұмыртқаның сарысы мен сүтімізді араластырып, бетіне жағып шығамыз. Енді үстіне кішкене қант сеуіп шығамыз. Барлығын осылай орналастырып, бетіне жағып, қанттарын сеуіп болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің рогаликтеріміз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін.